Мен қазір осы облыстан жасындай жарқылдап, топ жарып, көзге түсіп жүрген екі өнерпаз азаматты шақырғанды жөн көріп отырмыз. Нұрғали Әнапия, Аян Ниязбектей ұлдарыңыз, қарсы алыңыздар. Пайғамбар лайықты адам салауатқа, қазақтай қаны таза ұлт едік қой, қиянат жасамайтын аманатқа. Құдайым несібеңді мол береді, қазағым мойныңды бір қанағатқа. Сәлемсіз айтысымды бастамайын, жал біткендей болмасын жаманатқа. Кешегі пайғамбардың үмметтері бүгінгі көрермендер саламат па? Ассалаумағалейкум, сәлем бердім шырайлы шымғалалық жамағатқа. Ау жыр десе таңдай қурап жақ кеппеді, самғасын енді өлеңнің ақ кептері. Біздің ел тектілердің мекені ғой, басымыздан әлі сол бақ кетпеді. Өздерінің балаларың келіп қалды, жырымыз жақын жерден жетпеппеді. Алағайын шапалақпен қолдап отыр, аяның келді өлең көктеткелі. Жүрегімді суырып бермесем де тілегімді кеп тұрмын тәтті еткелі. Айтысты құрметтейтін өздеріңдей ағайынның ақ батасын ап кеткелі. Ау мәулітті ойын жасаса тұрандала, жырымен қалықтасын қыран бала. Пайғамбарға арналған айтыс қой бұл, ақ жүрегін тазартқан Құран ғана. Аққар борап жататын қыс кезінде ағару көктем боп тұр сылаңдана. Ақсәлделі молдалар шақырды ғой, айтысу болғаннан соң планда да. Ақ домбыра қолға алып айтсайын, аузыма Алла деген ұрандала. Ақсарайға байқамай кіріп кеттік, қасымда Нұрғалидай жылан бала. Қапқара боп жаныма жайғасты ғой, Шымкентте адам жоқ бұдан қара. Ақтар жайлы айттым ғой, ақ жарылып, енді қызық көріңіздер құмарлана. Осақтардың бәріне кір келтіріп, қапқара болып отқан мынау ғана. Ау бауырым, шабысыңыз маған айқын. Ақынсың құр домбыра сабалайтын, Сарағашта туылған бал едің ғой, сондықтан жайымда жоқ алалайтын. Әлімтау бозаймайды туған жерің, әйтеуір 5 сағатсыз барамайтын, барсаң да жайлы орын таба алмайтын. Шөл далада туғаны көрініп тұр, өзені жоқ шомылып жағалайтын, орман жоқ тіпті де аралайтын, тауда жоқ саясын сағалайтын. Тау дегенің Құдай-ау бұлай тұрсын, талыңда жоқ ыстықта паналайтын. Ал енді Шымкентті көрмеймісің, кәдімгі жер жәннаты саялайтын. Біз жақта сен сияқты қара адам жоқ, ақ адам көрсе болды алалайтын. Алағайын танысып отырыңдар, қараны таныстырам қадап айқын. Нұрғали деген ақын осы болады, айнаға өмірінде қарамайтын. Ағана түрін құрсын тана болған, айнаға қарамайды деп қояды. Бұл түрім талай жерде бағаланған. Мұсылмандар төрт түске бөлінбейді, не жамандық көріп ең қаралардан.
қақпанға өзің келіп түстің аян, шариғатты білмейтін шала молдам. Есің болса тоқтайсың осы сөзге, қаралардың көбісі дана болған. Қаралық мына бізге жеткен шығар, жыралыбы жамбылдай бабалардан. Қаралық Нұрғалиға жеткен шығар, Қалдаяқ Шәмшідей ағалардан. 90 сөздің түйінін айтар болсам, жарты жолда тоқтайды жаман арбаң. Алғашқы азаншысы Мұхаммедтің Біләлді мен сияқты қара болған. Хиллалилилалилалуай. Ол рас, мына менің сортым бөлек, күйген қазан секілді көркім бөлек. Қарасың деп мынауың жаңа мені өзінше жеңемін деп желпілдеп еді. Бет аппақ талай адам толып жүр ғой, өзінің тұра алмайтын сертін де көп. Тым болмаса аузында кәлима жоқ, қазаққа жаман атты келтірген еді. Қараш елдің тартып жеп қарананын жегеніне мәз болып желпілдеп еді. Сондықтан қарасың деп кінәлама, бұл қара айтшығымды өлтірген еді. Реңі қаралардан емес, қазір жүрегі қаралардан қорқу керек. Хиллалилилалилалуай. Бісміллә, бастар сөзім жырға менің, ассалаумағалейкум тұлғал елім. Алланы бар деп білген, бір деп білген тақуа бабалардың жұрнақ едің. Атам не әкем молда болған ет деп мақтануды сүйетін діндар едің. Қазағым әлім сақтан мұсылман боп, Құдайға құлшылық боп құрма жедің. Намазың қаза қылмай ораза ұстап, ауылын алыстаттың мың бәленің. Армысың кәсіпсінен жағылмастан, күнәсін тәубеменен жуған елім. Мойын сынып Құдайдың құдіретіне мойының құбылаға бұрған елім. Хиллалилалилалуай. Ай, бұлаян отырмеген бабына кеп, қарсылас болдау бүгін тағы да кеп. Жұлғынып шыға келдің ел алдында, сен осы сақтамайсың нағып әдеп. Өзің бір қолдан жасап шығарғандай қап-қара деп сынайсың қағына кеп. Құдайдың берген түрі осы маған, неге түсе бересің соңыма кеп. Сүйкімді боп отқаның шамалы ғой, іздесем сенен демін табылар ед. Жалбыратып табандай құлағыңмен жалпылдап не деп отсың жаныма кеп. Хиллалилилалилалуай. Ау, немене құлағымнан қорқасың ба? Негізі не қызық бар жалпы осында? Құлағымның барына шүкір деймін, жүргеннен соң өмірдің арнасында. Бетіме шыбын қонса қиналмаймын, құлақпен ұра салам ортасында. Жатар кезде жастықтың қажеті жоқ, құлақтың қисаямын қалқасында. Мен өз басым жаман боп жүрген жоқпын, жалбыраған құлақтың арқасында. Намазды оқу адамға Алладан түскен сый болмақ. Мешітті салсаң егерде, екінші олда үй болмақ. Пендеміз ғой бәріміз, төбемізде бір Алла, төбемізде бір Алла. Жер бетіндегі адамнан көреді екен имандап. Жастардың бәрі алауыз, атадан асып кім болмақ? 15 жасар жастарың дініне кіріп шетелдің тағдыры лай боп иланбақ. Адам боламын десеңіз, өмірден қайғы жесеңіз, аузыңыздан түспесін лә илаха иллаллаха. Алланың сөзін жеткізген, жүрекке иман еткізген, халық жолында өмірін құлшылық жасап өткізген, Тәңірден нұрды тілеген. Соны да бізге жеткізген пайғамбарымыз Мұхаммед. Тәңірге шүкір етейік, мұсылман бізді еткізген. Сахабаларда өткізген
сөзбен хадис пен сүннет жеткізген. Үмметі біздер келеміз, тағылымыз деп тек бізден, сауапқа толы игі істер жалғасын тапсын тек бізден. Аян балаң айналайын ағайын, аянның тыңда төкпесін, заманаңда айтайын, домбыраңды серткесін, Сирияны білеміз, болып жүрген көпкесін. Ей күл талқан боп кетті ғой, Алла әмір еткесін, осқындар қасып жатыр дейді, қандарын судай төккесін. Ей Паризде салып қырғынды, қаншама бейбіт тұрғынды жапырып жарып кетті ғой, Францияның қақтөсін. Паризді олай қойғанда берік болған серткешін, өзіңнің қаның тектесің. Ей берік болған серткешін, өзіңнің қаның тектесің. Бауырла серін түріктің, оқ десті ғой өкпесін. Ей сондықтан қазақ тәубе қыл, айта берместен көпкесін. Құлақ түрмей үндеуге, той-тойлап салғып жүргенде жеріме қайғы жетпесін. Жаңағы айтқан теракттар чемоданға бомба сап, шекарамнан өтпесін. Тәуелсіздіктің түбіне тәубесіздік жетпесін. Кезекті берсең шайырға, кезекті берсең шайырға, жыр айтам елім жайында, көсіліп мен де шабайын мәулітімнің тойында. Біз мұсылман едік қой, талаптанып іс қылған, тап келмейтін дайынға. Ей елімде соққан жүрегім, Алладан жалғыз тілерім, қазыналы жерімнің, бірлік етпес елімнің, мерекесін көбейтіп берекесінен айырмау. Ау жаныма жайғасқанда ақын досым, Нұрғали топ алдында тартынбасын. Елді айттым, жерімді айттым, иманды айттым, бұл аяңда қылыштай жарқылдасын. Кезегіңді ала қой, ал ендеше таңдайың жабысқанша тақылдасын. Мәуліттің айы болды тойға салдар, бұл жерде тек имани ой жасаңдар. Құдай сынақ беруін тоқтатпайды, күнәлі әрекетті қоймасаңдар. Тілекке жете алмайсың жүректегі тәкаппарлық дегенді жоймасаңдар. Тіршіліктен құлшылық басым болар, қиямет күннің қамын ойласаңдар. Аллахқа да 5 уақыт арнаңыздар, жігіттер жерді билеп айға самғар. Сериялың бұзады семьяны деп ақыл айтатұғын қайда шалдар. Әйтпесем уақытыңда алып жатыр үнді сериалындағы жайбасарлар. Жүректен кәлимаға тіл ұшталса, құлшылық құлға басты жұмыс болса, бәрімізде жәннатқа талпынайық, дүние қуып байлыққа тырысқанша. Пейіштің періштесі пендемес қой, кіргізетін таныспен туыс болса, жұмаққа шын мұсылман кіре алады. Қол жайып сауаптарға уыс толса, жәннатқа тамыр таныс керегі жоқ, кіресің иманменен ырыс қонса. Алла жазса жәннаттан жай табасың, Алламен сібязың дұрыс болса. Асырайын мерейін, Алла жалғыз ал Мұхаммед, оның соңғы елшісі. Сондықтан да салауатпен зікір айтып берейін. Алла, Алла, Аллаху акбар, Алла, Алла,
Allahu Ekber, Allah, Allah, Allahu Ekber, Allah, Allah, Allahu Ekber. Құран менен хадис хана ашсын көңіл сарайын, құлшылықпен өтсін әр күн апта әр айын. Енді амал жоқ қоштасамыз зікір айтып сіздермен, аман болсын шымғалалық төрде отырған ағайын. Allah, Allah, Allahu Ekber, Allah, Allah, Allahu Ekber, Allah, Allah, Allahu Ekber, Allah, Allah, Allahu Ekber.